Бытығай археологиялық ескерткіші Қазақстанның орта ғасырларының көркем объектілерінің бірі болып табылады. Бытығай кесенесінің бірнеше атаулары бар. Олар Батағай, Бұтағай, Татағай кесене Нұра өзенінің сол жағасында, Ақмола облысы Қорғалжын ауданы Қорғалжын ауылынан шығысқа қарай 2 шақырым жерде орналасқан. Бытығай орта ғасырлық бетше босағалық күмбезді кесене болып келеді. Бұл қайта қалпына келтіруді мүмкін етіп, 1831-1856 жылы өлшенген және сипатталған Қазақстандағы жалғыз орта ғасырлық кесене болып табылады. 1862 жылы Бытығай кесенесінің суретін қазақтың ұлы этнограф ғалымы Шоқан Уәлиханов салды. Көптеген саяхатшылардың сызбалар мен сипаттамаларына қарағанда, Бытығай Қазақстанның сәулет құрылыс өнерінің көрнекті үлгілерінің бірі болып табылады. Оның атауын алғаш рет 1694 жылы Тәуке ханға келген елшілер Скибин мен Трошин Ресей картасына түсірді. Ол 20 парақтан тұратын қазақ ордасы деп аталған. Онда Ботағай қаласы Қорғалжын көлі мен Нұра өзені арасындағы жағалауда орналасқан делінген. Бұл жерде Ұлы Жібек жолымен жүретін көптеген керуен жолдары түйісетін. 1762 жылы қазақ жерін аралап өткен орыс ғалымы Петр Рычков та Ботағай туралы көптеген деректер жазған. 1816 жылы Шангин кесенені қарап шығып, оның кескінін суреттеп, ғимарат жоспарына кесененің қасбетіне қысқаша сипаттама берді. 1825 жылы Сібір және Орынбор шекара шебін Қазақстанға көшіру туралы бірінші Александрдың атына жазған жазбасында алқалық кеңесші Демидов осы ескерткіш туралы былай деп жазып өткен. Тұзды көлдердің ішінде маңайы 300 шақырым болатын Қорғалжын көлі ең үлкені. Бұрын Есіл өзеніне ағатын Нұра өзені қазір осы көлге құяды. Жақын маңда осы жерлердің құнарлылығын дәлелдейтін ескі егіндіктің аумағы көрінеді, ал 15 шақырым аймақты алып жатқан әжептәуір сәулет өнерінен хабар беретін көне шаһардың қирауынан пайда болған кірпіш үйінділері бұл елді қаңғырып жүрген көшпенділер емес, білімді, сауатты халық мекен еткенін дәлелдейді. 1949 жылы кесенені Әлкей Марғұланның жетекшілігімен Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Ғылым Академиясының Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы зерттей келе, ғалым Ботағай қаласын Нұра өзенінің сол жағалауындағы ірі төбелердің біреуінің орнында деп көрсетіп, оны каталондық картада Нұра өзенінің сағасында белгіленген Ақсекент қаласына балаған. Бытығай кесенесі Қазақстанның жалпы ұлттық қасиетті нысандары тізіміне еніп, Ақмола облысының тарихи мәдени мұрасы болып саналады.